Қазақ тілі 3-ші сынып 2-ші бөлім 69-шы сабақ. Келесі тапсырма. 15-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жапоны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына, жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өз үшін емес, ел үшін қолға салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде, біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады деді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдыменен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек деді Спандияр Көбеевтен. Ал енді оқушылар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер. Бірінші, орысша киінген орта бойлы кім еді? Екінші сұрақ, Ыбырай өз сөзінде не деді? Келесі тапсырма, Ыбырай өнер білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде, біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Жас өренді оқыту керек деді. Келесі, мәтіннен зат есімдер тауып жаз. Адам, той, біз, үй, ол, Ыбырай Алтынсарин, әңгіме, бала, мектеп, сөз, Сауытбай, іс, ардагер, кісі, сөз, жиылыс, өнер, білім, өрен, ел. Мәтіндегі нақыл сөздер тауып жаз. Бітер істің басына, жақсы келер қасына, және өнер жастан шығады. Келесі 16-шы тапсырма, жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Өнерлі балалар, Қанат Марат екеуі қамшы өре алады, Таңат Талап екеуі тамаша ән салады, Самат Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді, Бабақ Барақ екеуі біледі көп ертегі, Ахат Марат екеуі ат үйретіп жүреді, Жанат Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі, есептеп көр, сен енді. Сұлтан Қалиев. Балалар, бұл жерде 12 өнерлі балалар бар. Келесі тапсырма. Сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Өз достарыңның өнері туралы айтып бер. Бұл тапсырманы мен ән айтқанды жақсы көремін. Сол себепті мен ән үйірмесіне қатысып жүрмін. Болашақта әнші болғым келеді. Менің досым Айгүл, ол да өнерлі. Ол сурет салғанды және тоқыма тоқығанды жақсы көреді. Сабақ үлгерімі де өте жақсы. Келесі тапсырма 17. Берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой. Күй не деген сұраққа жауап береді? Әнші, дос, өнерпаз, бала, кенші, суретші, биші, әже, көрші кім деген сұраққа жауап береді? Келесі берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз. Жекеше, күй не деген сұраққа жауап береді? Әнші, дос, өнерпаз, бала, кенші, суретші, биші, әже, көрші кім деген сұраққа жауап береді? Ал көпше түрде күйлер нелер деген сұраққа жауап береді? Әншілер, достар, өнерпаздар, балалар, кеншілер, суретшілер, бишілер, әжелер, көршілер кімдер деген сұраққа жауап береді? Өзің бірнеше мысал жаз. Ақындар, ұстаздар, аталар, мектептер.